Азан радиосының әуе толқынында тапқырлар мен озық ойлы тыңдармандардың викториналық ойыны. Білім бәйгесі. 10 сұрақтың жауабын тауып, сыйлық ұтып алыңыз. Білім бәйгесі Азан радиосында. Армысыздар қымбатты Азан радиосының көрермендері мен тыңдармандары. Эфирде Білім бәйгесі радио викторинасының кезекті апталық ойыны және осы ойынның апталық хабарға жолдама алған тыңдармандарымызбен таныс болыңыздар. Бізде осы апта оқ бойы озық шыққан Мөлдір есімді тыңдарманымыз және Гаухар есімді тыңдарманымыз, сондай-ақ Орынгүл есімді тыңдарманымыз. Бұл тыңдармандардың барлығы Білім бәйгесі радио викторинасының 1-ші, 2-ші және 3-ші күндері сағат 13:05-те тікелей эфирде болған іріктеу ойындарына қатысқан тыңдармандар. Олар жүргізуші қойған 10 сұрақтың кемінде 5-еуіне дұрыс жауап беру арқылы осы бейсенбідегі өтетін апталық ойынға жолдама алған тыңдаушылар. Дәл осылай сіздерде келесі аптада жаңа аптаның сыйлығын ұтып алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Ол үшін дүйсенбі, сейсенбі және сәрсенбі күнгі шығарылымды жіберіп алмай, студиямызға қоңырау шалу қажеттігін еске саламын. Студиямыздың телефон нөмірі 8702-189-7159. Біздер хабардың басталғанын Instagram парақшасында тікелей эфирде өткіземіз. Сондықтан кез келген атыраулық тыңдарман озық ойлы тыңдарман қатарынан табылуға мүмкіндігі бар. Олай болса, кезектегі апталық сыйлық бізде ет тартқыш және бұл басты аптаның сыйлығы 3 тыңдарманның біреуіне табысталатын болады. Егерде 10 сұрақтың көбіне дұрыс жауап берген жағдайда, ал қалған 2 тыңдарманымызға ынталандыру сыйлығы ретінде бұл Көкшен мейрамханасы желісінің атынан 10.000 теңгелік сертификат. Осы сыйлықтар және Азан радиосының атынан ынталандыру сыйлықтары қарастырылған. Ендеше Білім бәйгесі радио викторинасының кезекті нөмірі 6-шы апталық ойын бастап, ойынға қатысушыларымызбен тілдесейік. Азан радиосының әуе толқынында тапқырлар мен озық ойлы тыңдармандардың викториналық ойыны. Білім бәйгесі. 10 сұрақтың жауабын тауып, сыйлық ұтып алыңыз. Білім бәйгесі Азан радиосында. Сонымен, қымбатты ойыншылар, қош келдіңіздер Азан радиосының Білім бәйгесі радио викторинасына. Мұнда біздер сіздерге тағы да 10 түрлі сұрақтарды сәл жаңартып, сәл күрделендіріп дайындадық. Сұрақтарымыз салт дәстүр, тарих, әдебиет, мәдениет, дін, тілді қамтиды. Олар қиын емес. Ойын шарты бойынша алдымен сұрақты тыңдаймыз, одан соң алдыңызда тұрған батырманы бір рет қана басасыз. Батырманы жедел, бірінші басқан тыңдарманнан жауап нұсқасы тыңдалады. Дұрыс болған жағдайда ұпай беріледі. Бұрыс болған жағдайда қалған 2 тыңдарман жауап нұсқасын айта алады. Сәйкесінше 10 сұрақтың ішінде оқ бойы озық шыққан тыңдарман басты апталық сыйлықты алады, ал қалған 2-еуіне ынталандыру сыйлығы бар. Сонымен дайынсыздар ғой? Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы, дайынбыз. Сәл толқу бар шығар десек те, мен сіздерге сәттілік тілеймін. Сұрақты мұқият тыңдаймыз, ойын шартын бұзбай, ойыннан әдемі әсер алайық. Ендеше мұқият тыңдаңыздар. Алғашқы сұрағымыз жол тартады. Бірінші сұрақ. Ислам дінінің алғашқы қабылдаушысы кім? Орынгүл, бірінші бастыңыз. Бұл жерде кімді нақты сұрақты қайталап Яғни жүрміз бе? сұрақты қайталай. Қарахан. Ислам дінінің алғашқы қабылдаушысы кім? Сұрақ түсінікті сияқты, иә? Алғашқы қабылдаушысы, яғни жалпы көмек ретінде болады. Ислам діні туралы, ислам діні, яғни Алланың шариғаттағы үкімдері туралы айтқан бұл ең алдымен Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарымыздың өзі. Яғни ислам діні туралы айтады. Және осы ислам дінін кейін алғашқы болып қабылдағандардың қатарында кім деген сұрақ. Яғни пайғамбарымыздан кейін деп айтсақ болады. Сұрақ түсінікті ғой. Кезекті әріптестерімізге бере берем. Жауап нұсқасы жоқ сізде. Жақсы. Сұрақ түсінікті, бірақ жауап жоқ. Жақсы. Сұрағымыз былай делінген болатын. Ислам дінінің алғашқы қабылдаушысы кім десек, енді пайғамбарымыз Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам өзі ислам дінін таратушы ретінде біз білеміз, ислам шарттары туралы айтқан білеміз. Демек осы ислам дініне алғашқы кіргендердің қатарында пайғамбарымыздың алғашқы зайыбы Хадиша анамыз екен. Біле жүріңіздер. Сол бірінші сенген екен. Күдік болды, бірақ десек те жауап нұсқасын ұсынып ұпайды алуға болатын еді. Сондықтан бірінші сұрағымыз артта қалды. Әзірге ұпай саны 0-ден 0. Екінші сұраққа өтейік. Бұл да асыл дінімізге қатысы бар сұрақ. Мекке қаласындағы қасиетті Қағба неше рет қайта салынды? Гаухар ханым? Қағбаны білем. Алдында білмей қалып едім, сол үйреніп келдім деймін бе? Қағба неше рет салынды? Қағба. Санын айтсаң жеткілікті.
кімдер салғанын айту маңызды емес, әрине Иә. білсеңіз айтуға болады. Қателеспесем 3 рет салынды. Қателеспесеңіз 3 рет салынды, және сіздің жауап нұсқаңыз дұрыс. 3 рет салған Нұх пайғамбар, Ибрахим пайғамбар және Мұхаммед Мұстафа пайғамбарларымыз екен. Алғашқы пай Гаухар ханым, сіздің еншіңізде құтты болсын. 3-ші сұраққа өтеміз. Діннен тілге өтейік. Бұл енді біздің ана тілімізге қатысты салт дәстүрмен байланысы бар сұрақтың бірі. 3-ші сұрақ былай делінген: үдере дегеніміз не? Гаухар ханым, үдере дегеніміз не? Үдере көшу деген сөз бар, жаппай деген мағына емес па? Мен сізді құттықтаймын. Екінші ұпай саныңыз өзіңізде. Жалпы үдере бұл жерде мағынасын айту керек, мағынасын, үдере дегеніміз не? бір салт дәстүрді түсіндіріп ашып айту керек. Енді бұл жерде үдере дегеніміз не дегеннен кейін, яғни үдере деген сөздің ашып сипаттамасын айтсаңыздар болатын. Жалпы бұл тілге қатысы бар ма, салтқа қатысы бар ма? Енді үдере дегеніміз не расында? Біле жүргеніміз артық етпейді. Жалпы жаппай көшу тоқтаусыз, яғни үдету дегеннен шығады екен. Көп болып тасқынмен тез келу деген ұғымдардың тіркесі. Сонымен 2 ұпаймен бізде Гаухар тыңдарманымыз алғашқы орында келе жатыр. Мөлдір және Орынгүл, сіздерге ойынға белсенді қатысу керек. Сәттілік тілеймін. Сонымен кезектегі 4-ші сұраққа өтеміз. Мұқият тыңдаймыз, одан соң батырманы басамыз. 4-ші сұрағымыз былай делінген: иттің өлген жері тұрақты сөз тіркесінің мағынасы қандай? Орынгүл? Алыс, өте алыс. Алыста, ұзақта. Дұрыс айтасыз. Алғашқы ұпайыңыз құтты болсын. Рахмет. Мөлдір, сізге сәл жеделдік, ептілік жетпей жатыр. Бірақ бұл біздің әзірге тек қана кезектегі 5-ші сұрағымыз келеді. Алда әлі 5 сұрақ бар. Білмей қалдық. Алғашқы сұрақ жауап нұсқасы болмады. Сондықтан 5-ші сұраққа өтеміз. Мұқият тыңдайық. Көнеде ұшыр төлеу ұғымы нені білдірген? Сұрақ түсінікті ме? Қайталайын, Көнеде, яғни бағзыда, бұрындары деген сөз. Қазір бұл салт дәстүрі жоқ. Ұшыр төлеу ұғымы нені білдірген? Дінмен қатысы бар. Давайте попробуем. Бірақ мен оны нет ойлап тұрған жоқпын. Болжап болса да айтып көруіңізге болады. Болуы да мүмкін, болмауы да мүмкін. Ұшыр төлеу деген бір ақы төлеу ғой да. Яғни ақы төлеу. Енді ұшыр төлеу дегенді сәл ойланып қарап, бұл ақы қандай ақы болуы мүмкін және кімнен кімге төленуі мүмкін? Ұшыру деген, енді жалпы бір ақыны төлеу керек екенін біліп тұрмын. Ұшыр деген мағынасы білмеймін. Салықтың бір түрі. Мен бір жерде естіп тұрмын. Сіздер білмедіңіздер, шыны керек. Расында бұл енді көне салт дәстүр. Бұндағы мақсат бұндай дәстүрлердің, яғни тарихымызда болған дәстүрлерді жаңғырту, еске түсіру, қоғам арасында жалпы дәріптеу мақсатында алынып отқан сұрақ. Сондықтан бұл жағдайда, яғни 5-ші сұрақта ешкім дұрыс жауап нұсқасын таппады. Ал жауап нұсқасы, яғни былай делінген: көнеде ұшыр төлеу ұғымы дін басыларына егін өнімнен төлейтін салық деп танылған. Сонымен 5 сұрағымыз артта қалды. Әзірге 2 ұпаймен Гаухар ханым алда. Орынгүл, сізде 1 ұпай. Мөлдір, әлі сізге алдағы 5 сұрақтың біреуіне болса да жауап беруге мүмкіндігіңіз бар. Сондықтан сіздерге сәттілік тілеймін. Құрметті Азан радиосының тыңдармандары, Білім бәйгесі радиовикторинасының апталық ойыны. Бұл ерекшелігі де сол. Мұнда дүйсенбі, сейсенбі және сәрсенбі күні 3 іріктелген тыңдармандарымыз студияға келіп, тікелей эфирде осы жерде өздерінің білімін көрсетіп, жүлделі болуға мүмкіндігі бар. Сонымен кезектегі 6-шы сұраққа өтеміз. Ойыншылар, мұқият тыңдайық. Ол былай делінген: аунату дәстүрінің мағынасы неден туады? Мөлдір, сіз бірінші басқан сияқтысыз. Аунату, қателеспесем, бір нәресте көтере алмай жүрген ананың бір топыраққа аунау деп айтады ғой, сондай бір ырым деп айтуға болады. Яғни жығысты болу деген мақсатта деп ойлайсыз, Өкінішке Өкінішке орай жауап нұсқаңыз дұрыс емес, сондықтан оны қабылдауға болмай тұр. Жалпы аунату дәстүрінің тура нақты мағынасы бар. Сондықтан қалған 2 тыңдарман сіздерге жауап нұсқасын ұсынуға болады. Гаухар ханым, сіз екінші болып басқан сияқтысыз. Аунатуды. Сол жобамен деп ойлап тұрған. Келісесіз демек. Аунату. Аунату дәстүрінің мағынасы неден туады? Естігендеріңіз бар ма? Жауап нұсқасы жоқ. Менде сол жобамен сондай нәрсе айтқан. Сізде қазір дұрыс жауап нұсқасын айту арқылы өзіңіздің ұпай саныңызды Гаухар ханыммен теңестіруге болады. Аунату. Жоқ, менде вариант жоқ. Сізде де жауап нұсқасы жоқ. Жалпы, Мөлдір, сіз
жақын келдіңіз, дегенмен бұнда нақты жауап былай делінген. Аунату дәстүрінің мағынасы қазақтар ертеде әлі күнге дейін де мүмкін кейбір өңірлерде бар шығар бұл дәстүр. Үйіне келіп қонақ болған, қонып кеткен ерекше мәртебелі меймандардың, яғни адамдардың отырған орнына немесе жатқан жеріне баламыз осы адамға тартсын, бойына осы азаматтың қасиеттері қонсын деп балаларын сол қонақтар отырған жерге аунататын болған екен. Негізі ол ырымды былай білеміз, әлі де жасайды, көріп жүрміз, бірақ енді оның аунату екенін Аунату білмейді екенбіз. мүмкін біздің өңірде ол басқаша дәріптелетін шығар. Енді бұндағы мақсат расында сол келген қонақтың жолын берсін деген ұғымнан шығар. Жақсы, сонымен 7-ші сұраққа өтейік. Келесі сұрақ әдебиетке қатысты. Мұқият тыңдаймыз. Қан мен тер шығармасының авторы кім? Бұл жерде енді 3 тыңдармандарымыз да бірдей басқан сияқты, сондықтан мен тәуелсіз сарапшымыздан көмек сұраймын. Гаухар апай бірінші. Гаухар ханым бірінші басты. Жақсы, тыңдап отырмыз. Қан мен тер шығармасының авторы Әзілхан Нұршайықов. Әзілхан Нұршайықов. Өкінішке орай дұрыс емес. Жауап нұсқасын нақты ұсынуға мүмкіндіктеріңіз бар. Орынгүл. Әбдіжәміл Нұрпейісов. Әбдіжамал Нұрпейісов. Дұрыс айтасыз. Расында «Қан мен тер» шығармасының авторы Әбдіжамал Нұрпейісов биыл әйгілі романның авторына 100 жыл толып отыр. Молодец. Кезектегі 8-ші сұраққа өтеміз. Гаухар мен Орынгүлдің жауап нұсқалары бірдей болып 2 ұпайдан. Мөлдір сізде әлі ұпай жоқ, мүмкін қалған сұрақтардан ұпай болып қалар. 8-ші сұраққа өтеміз. Мұқият тыңдайық. Бұл да әдебиетке қатысы бар сұрақ. Жылқының адам баласымен достығының дәлеліне айналған шығарманың атауы. Сұрақ түсінікті ме? Жылқының адам баласымен достығының дәлеліне айналған шығарманың атауы. Мен жауап беріп көрейінші. Бұл батырлар жырында, Қобыланды батырдың жырында, Алпамыс батыр жырында олар өздерінің жылқыларына аттарын қойған, және олар өздерін сол досы ретінде және пір ретінде қабылдаған. Енді осы шығармаларды мысал ретінде келтіресіз, Гаухар ханым, қабылдауға болады, бірақ дегенмен жауап нұсқаңыз дұрыс емес. Нақты жауап нұсқасы бар, және оны мен қазір айтамын. Автормен бірге айту керек. Автормен бірге айтсаңыз, я болмаса шығарманың өзін ғана айтсаңыз жеткілікті. Онда кім ғой? Құлагер ғой. Сіздің ойыңызша құлагер. Құлагер. Сіздің ойыңызша Орынгүл, Мөлдір, жауап нұсқаларыңыз жоқ сіздер, жалпы енді қазақ поэма ма, шығарма дегенде поэма, проза қайсын? Бәрі кіре береді ғой шығарма. Шығарма деп жалпылама алып отырмыз. Әрине, бұл жерде расында біздің әдебиетімізде де, мәдениетімізде де өте көп мысалдар, әртүрлі аңыз әңгімелер, шығарма, поэзия, романдар, расында қазақтың түсінігінде жылқы өте киелі, жақын жануар. Дегенмен жылқының адам баласымен достығының дәлеліне, тіпті махаббат деңгейіндегі символына айналған шығарманың атауы қалай десек, ол Шыңғыс Айтматовтың «Қош бол Гүлсәрі» шығармасы екен. Сондықтан бұл жерде сәл кішкене ептілік жетпей жатыр, әрине, өйткені шығармалары өте көп расында. Негізі қазақтың 90% шығармасында жылқы бар. Сондықтан ол шатасатындай. Кез келген шығарма сол болуы да әбден ықтимал, бірақ бұл жерде біз «Қош бол Гүлсәрі» шығармасын негізге алған болатынбыз. Сонымен 9-шы сұраққа өтейік. Бұл енді соңғы сұрақтардың реті асыл дінімізбен қорытындыланады, және ол былай делінген. Зекет қандай мақсатта беріледі? Зекет. Мөлдір, бірінші бастадыңыз. Зекет сауаптыс, ең басымен сауаптыс мақсатында беріледі. Кімдерге беріледі деп айтсақ та болады? Мұқтаж жандарға беріледі. Қандай мақсатта беріледі? Жалғастырайыншы. Мұқтаж жандарға беріледі. Мұқтаж, яғни кедей адамдарға, әлеуметтік осал топтағы азаматтарға арасында зекеттің берудегі мақсаты осы. Мөлдір, алғашқы пайыңыз құтты болсын. Қазір қалған 2 сұраққа тағы да жауап беру арқылы 3 ойыншымыздың да ұпай сандары теңесуі әбден мүмкін. Сонымен соңғы қорытынды сұраққа өтеміз. 10-шы сұрақ, және ол былай делінген. Сүннет дегеніміз не? Гаухар апай. Бүгін белсенді болып отырсыз ойыншы арасында. Жалпы белсендімін ғой негізі. Бірақ дұрыс ба, дұрыс емес па? Сүннет дегеніміз не? Яғни сипаттамасын ашу керек. Сүннет деген жалпы мұсылманның бір несі, міндеті. Міндеті деп санайсыз. Бұл сүннет деп айтады ғой мысалға да. Бұл мұсылманға сүннет.
яғни бір мұсылманға жазылған заңдар десек те, заңдардың бірі, міндеттердің бірі деп айтуға болады. Енді қабылдауға болар еді, дегенмен сәл толықтыру арқылы Орынгүл сізге пайсан алуға болар. Негізі мысалға менің білуімше күліп жүру сүннет деп айтады, адам күліп жүруге міндетті емес негізі, бірақ егер күліп жүрсе, онда ол мұсылман үшін жақсы амалдардың, ізгі амалдардың бірі болып саналады. Соған қарағанда сүннет ол бір ізгі амал, егер осылай жасаса жақсы болар еді деген сияқты. Заң міндеттелмейтін, бірақ ізгі амал сияқты. Жоқ, енді мынандай ғой, қалай еді мысалға 5 уақыт намаз сүннет дейді. Енді ол да ізгі амал ғой. Ол мұсылманның 5 парызы, парыз және сүннет деген бар. Ол бірақ сүннет деп айтылады, мысалы, міндет деген сияқты. Көп нәрселер кіретін болып тұр ғой. Қайсымызға кішкене жақын. Енді соңғы қорытынды сұрақ сәл күрделі және екі жақты болған сияқты. Жалпы бұл жерде бір нәрсені ескеріп алу керек. Мұсылман үшін шариғат заңында жазылған парыздар бар. Міндеттелген парыздар, яғни міндетті орындалуға тиісті, екі етуге болмайтын. Сондай-ақ кейде, яғни пендешілікке салынып, адамның барлық кезде қолынан келе бермейтін және орындала бермейтін әрекеттер болады. Жалпы оны пайғамбарымыз, яғни сүннет деп жазған екен. Енді сүннет деген не дейтін болсақ, бұл расында, яғни Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның өмір жолына қарай негізделген сұрақ пайғамбардың әрекеттерімен айтқан сөздерін айтады екен. Сондықтан сүннет дегеніміз бұл жалпы ізгілік амалындағы тура жол. Өкінішке орай көп жағдайда адамдарымыз, яғни пайғамбардың әрекеттерімен айтқан сөздерін барлық кезде жасай бермейді. Сондықтан бұл сүннет жалпы солай жасалуға тиісті деп айтылады. Ал парыз ол енді орындауға міндетті әрекет. Сондықтан бұл жерде 10-шы сұрақта жауап нұсқасы нақты болмады. Ұпай санына келетін болсақ, Орынгүл және Гаухар сіздерде 2 ұпайдан, Мөлдір сізде 1 ұпайдан. Енді қосымша шешуші сұрақты қою арқылы біздер бүгінгі ойынның жеңімпазын анықтауымыз керек. Сондықтан 11-ші қосымша сұрақты жолдаймыз және оның жауабын ұсыну арқылы жеңімпазды анықтаймыз. Ол былай делінген: Құрандағы беташар сүре қалай аталады? Гаухар ханым. Беташар сүре Каусар емес па? Каусар сүресі. Өкінішке орай дұрыс емес, Гаухар ханым. Әл-Фатиха. Сен білесің ғой, айтпайсың ба? Сонымен, енді әлі ұпай саны бізде бірдей, тағы да бір сұрақ бар бізде, 12-ші сұрақ, және бір ғана ұпай екі тыңдарманның арасындағы жеңісті анықтаушы болады. Ол былай делінген: зіл қара тас тұрақты сөз тіркесінің мағынасы. Орынгүл? Ауыр, яғни зілдей дейміз, кейде. Расында шешуші сұрақпен Орынгүл сыйлық сізге жөнеледі. Енді бұл жерде бұйырмыз осылай болды. Сондықтан сәл ептілікпен Орынгүл алға шықтыңыз. Мен сізді құттықтаймын. Азан радиосының әуе толқынында тапқырлар мен озық ойлы тыңдармандардың викториналық ойыны Білім бәйгесі. 10 сұрақтың жауабын тауып, сыйлық ұтып алыңыз. Білім бәйгесі Азан радиосында. Сонымен қымбатты Білім бәйгесі радио викторинасының көрермендері мен тыңдармандары, мінекей кезектегі апталық ойын мәресіне жетті. Бүгінгі ойынға сынға түскен Мөлдір, Гаухар және Орынгүл есімді тыңдармандарымыз жақсы нәтиже көрсетіп, қызықты ойын өткізді және ойын шартына сәйкес оқ-бойы озық шыққан Орынгүл есімді тыңдарманымызға біз аптаның басты сыйлығы Мулинекс бренді ұсынған ет тартқыш ас үйге арналған тұрмыстық техника сізге бұйырды. Енді бұл сыйлықты өзіңіз игілікке ұстайсыз бе, әлде сыйға бересіз бе, өз қалауыңыздың шешуі? Осы жерде мен тағы да айтып кетейін, осы эфир барысында жаңадан бері бәріміз шамалас келдік негізі. Белсенді болған, сұрақ жағынан да, жаңағы жауап беру жағынан да. Соның ішінде әсіресе жаңағы арамыздағы жасы үлкен болғанмен, жасы үлкеннің жолы да үлкен. Сондықтан осы бізбен қатар белсенді болып, тырысып, жаңадан бері кәдімгідей барлық сұраққа белсенді қатысып отырған Гаухар апайға мен осы сыйды ұсынғым келеді. Бәрекелді. Үйіңізге береке әкелетін, өзіңіздің игілігіңізге ұстайтын ыдыс болсын. Рахмет. Бәрекелді. Көп рахмет. Мен қалай алсам екен, былай жүрейін. Осы бағана айтып қойған өзіңізге. Бұл менікі деп.
Енді шешуші сұрақта сәл ептілік пен жылдамдық жетпей қалды, дегенмен енді бұл сыйлықтың расында кімге бұйырғанын осы жерде ақ көріп отырмыз. Енді ойын шарты бойынша аптаның бас сыйлығы Гаухар ханымға ұсынылғаннан кейін қалған екі тыңдармандарымызда құралақан қайтпасын деген ниетпен оларға біздің радио викторинамыздың демеушісі Кувшин мейрамханасы желісінің атынан 10 000 теңгелік сертификат Мөлдір сізге және Орынгүл сізге табысталады. Өз отбасыларыңызбен бірге әдемі ас ішіп, осы викторинаның естелігі болсын. Сондай-ақ Азан радиосының атынан естелік кәде сыйлық, бұл радиомыздың белгісі бар мынандай тостаған және қойын дәптер, әдемі тілектердің бастамалары болсын. Радиомыз туралы сіздерге еске салып тұрсын деген ниетпен Мөлдір сізге және Орынгүл сізге қуана-қуана табыстаймыз. Сыйлықтарыңыз құтты болсын. Осымен қымбатты Азан радиосының көрермендері және тыңдармандары, білім бәйгесі радио викторинасының кезекті нөмірі 6 апталық ойыны мәресіне жетті. Біздің викторинаға қатысамын десеңіздер, мархабат, келесі аптада дүйсенбі, сейсенбі және сәрсенбі күндері сағат 13:05-те тікелей эфирде болатын ойынға қоңырау шалып, 10 сұрақтың кемінде 5-інің жауабын тауып, апталық іріктеу ойыннан сәтті өтуге біз тілекшіміз және осы шартты орындаған жағдайда сіздер ойыншыларымыз сияқты тыңдармандарымыз секілді осы студияға келіп, өзара тағы да бақталасып, осы сыйлықтарды ұтып алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Ендеше жаңа аптада жаңа сыйлықтың иегерлерімен қауышқанша аман сау болыңыздар. Азан радиосының әуе толқынында тапқырлар мен озық ойлы тыңдармандардың викториналық ойыны. Білім бәйгесі. 10 сұрақтың жауабын тауып, сыйлық ұтып алыңыз. Білім бәйгесі Азан радиосында.